Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте жасалу жолы оңай, әрі дәмді болып шығатын, әрі тез жасалынатын салаттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өздеріңіз мына видеода көріп тұрған шығарсыздар. Салатымыз өте әдемі көрініп тұр. Сіздердің дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен мен тауықтарды турап алдым. Қараңыздар, бұл жерде тауықтарды жіңішке қылып тураймыз. Және де достар, бұл жерде сіздер тауық, ет немесе колбасаны қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Осылай тауықтарымызды жіңішке қылып турап алған соң, келесі кезекте қиярымызды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Осы салатқа қосатын ингредиенттердің бәрін біз үкіштен өткіземіз. Ендігі кезекте бізге керегі бір сәбіз, яғни орташа сәбізді үкіштен өткіземіз. Достар, біз осы салатты бастамас бұрын бір сәбіз, 2 картоп және де 3 жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Ендігі кезекте 3 қайнатылған жұмыртқамызды үкіштен өткіземіз. Жұмыртқамызды үкіштен өткізіп болған соң, 2 картопымызды да үкіштен өткіземіз. Мінекей достар, бұл жерде картопымызды үкіштен өткізіп болдық. Ендігі кезекте 100 грамм сырымызды да үкіштен өткіземіз. Салатымызға қосатын бүкіл ингредиенттердің бәрін үкіштен өткізіп болған соң, осындай бізге пирогтың ыдысы қажет. Осы ыдысымызға пищевой пленкамызды төсейміз. Бұл пищевой пленканы достар міндетті түрде төсеңіздер. Егер үйлеріңізде пищевой пленка жоқ болса, оның орнына салафан төсеңіздер. Пищевой пленка немесе салафанымызды төсеп болған соң, ең бірінші сырымызды пирогымыздың ыдысына саламыз. Сырымызды салып болған соң, сосын тегістеп шығамыз. Яғни тегістеп сырдың үстінен басып шығамыз да, келесі кезекте майонез. Майонезді мына видеода көрсетілгендей қылып жағып шығамыз. Достар, егер сіздер майонез жақсы көретін болсаңыздар, онда майонезді көбірек қоса беріңіздер. Осылай әр бір ингредиентті салған соң, артынан майонез жағып отыратын боламыз. Сырымызды салып, үстінен майонез жағып болған соң, келесі кезекте жүгері. Осы бір банка жүгерінің жартысын ғана осы сырымыздың үстіне саламыз да, үстінен яғни тегістеп шығамыз. Сосын қайтадан майонез жағып шығамыз. Ендігі кезекте үкіштен өткізілген жұмыртқамызды саламыз. Достар, бұл жерде жұмыртқа, сәбіз, картоп салған сайын, осы картоптардың жұмыртқаның үстіне тұз себуді ұмытып кетпеңіздер. Яғни, бірінші осы жерге жұмыртқамызды салып аламыз, сосын кішкене тұз себеміз да, тұздан кейін барып майонез жағып шығыңыздар. Жұмыртқадан кейін қиярдың кезегі, қиярымызды да салып шығамызда, сосын кішкене ғана тұз себеміз. Достар, бұл жерде тұзын көп қылып жүрмеңіздер. Әр ингредиент салғаннан кейін кішкене ғана тұзды сеуіп отырыңыздар. Қиярымызды салып, тегістеп болған соң, майонез жағып шығамыз. Қиярымыздан кейін етіміздің кезегі. Менде бұл жерде колбаса мен тауық, осы екеуін бірге қосып сала салдым. Келесі кезекте майонезімізді жағып шығамыз. Етімізден кейін сәбізімізді саламыз. Сәбіздеріміздің бәрін салып, тегістеп болған соң, кішкене ғана тұз себеміз. Тұз сеп болған соң, сосын үстіне майонездарымызды жағып шығамыз. Сәбізімізді салып болған соң, ең соңғы ингредиентімізді саламыз. Ол картоп. Картопымыздың бәрін саламыз да, сосын тегістеп шығамыз. Бұл жерде қаттырақ басыңыздар картоптарды. Сосын барып, кішкене тұздауды ұмытып кетпеңіздер.
тұздап болған соң майонезді жағып шығамыз. Майонезімізді жағып болған соң, енді осы салатымыздың бетін пищевой пленкамен жақсылап түріп жауып шығамыз да, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей достар, жарты сағат өтті. Енді осы салатымызды тарелкаға салмастан бұрын бірінші осылай пищевой пленкамен бетін ашып аламыз. Пирогымыздың ыдысына тарелка қоямыз да, сосын салатымызды аударамыз. Мінекей салатымызды аудардық. Енді осы пирогтың ыдысын оңай аламыз. Қараңыздар, еш жерге біздің салатымыз жабысып қалған жоқ. Осылай салатымыздан пищевой пленкамызды алып тастаймыз да, болды, біздің салатымыз дайын болды. Достар, сіздер осы салатты сәндесеңіздер де, сәндемесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызда. Бірақ сәндейтін болсаңыздар, мына менің салатым сияқты өте әдемі көрінетін болады. Мен бұл жерде укроппен және де анармен сәндедім. Қараңыздар, көздің жауын алып тұр. Сіздер де осылай сәндеп, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.